Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен пиццаның рецептісімен бөлісемін. Өте тойымды, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Алдымен сүтімізге суымызды құямыз да, оның үстіне қантымызды, 2 шай қасық аштығымызды, 2 ас қасық қаймағымызды, тұзымызды және де сұйық майымызды құйып, араластырып, нан илейміз. Нанымыз өте жұмсақ болады. Нанымызды ұнымызбен қатты илеп тастамаймыз, яғни осындай қолға жабысатын нан болып шығады. Осыған сұйық май құямыз да тағы бір илеп шығамыз. Сосын бетін жауып 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Осы аралықта мен салмасын дайындап алдым. Бұл жерде шұжықты көбіктеп турап қойдым, қызанақты турадым. Сосын ірімшікті теркадан өткізіп алдым. Бөлек ыдысымызға майонез бен кетчупымызды араластырып дайындап аламыз. Противенге қамырымыздың 3-тен 1-ін жайып дайындап аламыз. Сосын бетіне соусымызды жағамыз да салмамызды жаймендеп саламыз. Салмамызды салып болған соң, пиццамызды духовкаға салып пісіреміз. Пісіруге 5 минут қалғаннан кейін шығарып алып, бетіне сырымызды себеміз. Мына жерде көрінбей қалыпты. Сырымызды себеміз де 5 минут тағы духовкада ұстаймыз. Осы аралықта сырымыз еріп, күшті болып шығады. Міне бізде дәмді, тойымды пицца дайын болды. Жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.